Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сыр қосылған ерекше тауық етінен котлеттерді дайындайтын боламыз. Арасы толықтай піседі, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Видеоны толықтай көру үшін менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауықтың етін жақсылап жуып, тазалап, осылай кубиктап турап алатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп тураймыз. Ыдысымызға саламыз. Содан соң пиязды алып, пиязды да осылай кубиктап, майдалап турап аламыз. Егер сіздерде блендер болса, жақсылап блендердің көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Мен осылай барлығын жақсылап біркелкі қылып турап алдым. Енді жаңағы тауықтың үстіне осы пиязымызды салып аламыз. Содан соң үккіштен өткізілген сырымызды қосамыз үстіне. Құрамын толықтай описанияға қалдырып жазып өтемін. Енді жұмыртқамызды саламыз, одан соң үстіне майонезді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді дәміне қарай тұзымызды саламыз. Қара бұрышты саламыз. Және де чеснок қоссаңыздар болады. Мен чесноктың осылай приправасын пайдаландым. Кішкене араластырып алып, үстіне ұнымызды саламыз. Енді толықтай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз жақсылап бірігуі қажет. Сондықтан асықпай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, бізде осындай біркелкі масса пайда болады. Енді қызып тұрған табаға сұйық майымызды аздап құямыз. Үстіне жаңағы массамызды осылай қасықтың көмегімен салып, 3-4 минуттай сарғайып қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей, біздің тауық котлеттері осылай тез-тез күшті болып піседі. Барлығын осылай қуырып алатын боламыз. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.